Саламатсыздар ма оқушылар? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арифметикалық прогрессия. Жалпы бұл тақырып 9 жастың алгебрасында тізбектер тарауында айтылатын нәрсе. Яғни сол тізбектер тақырыбында қарастырылатын тақырып. Оған дейін тізбектің бірінші түрлері айтылады. Сол тізбектердің кейбіреуін мысалға арифметикалық прогрессия жатсаңыз. Яғни ол қандай тізбектер? Мысал ретінде ойға келген бір сандарды алсайық. Мысалға 3 нешейміз мысалға 8 13 18 деген сияқты осылай кете берсін тізбектер. Байқап отырғанымыздай тізбектер қалай өсіп келе жатыр? Яғни белгілі бір санға артып келе жатыр, дұрыс па? Мысалы 3-тен келесі сан 8 шығу үшін қанша сан қосып тұрып? 5 сан қосып тұрып, иә? Дәл солай 8-ге де 5 қосу арқылы келесі санды шығарып тұр. 13-ге де 5 деген санды қосу арқылы келесі санды шығарып тұр. Дәл осылай тізбек жалғаса беретін болса, үздіксіз шексіз осылай 5 деген сан қосыла беретін болса, онда ол біз арифметикалық прогрессияға жатқызамыз. Яғни келесіден әрбір бір келкі санға өсуін біз арифметикалық прогрессияның тізбегі деп қарастырамыз да. Мұндай тізбектерден сансыз сұрақтар туындайды. Мысалға осылай тізбек жалғаса берсе, мысалға 50-ші бірінші тұрған сан, екінші тұрған сан, үшінші тұрған сан, 50-ші сан қандай сан болады деген сияқты. Сондай сұрақтар қою мүмкін. Немесе үстіне қанша сан қосылып отыр деген сияқты. Мысалға мына жерде жасырып қою үшін 8 жасырып қалып, 13 екеуін айтпай, 3 пен 18-ді беріп, қанша сан қосылғанда шығады деген сияқты. Сондай сұрақтар көп туындауы мүмкін осы жерде. Енді бұндай сұрақтың барлығына жауап беру үшін арифметикалық прогрессия тақырыбын жақсы түсіну керек. Ендеше олай болатын болса, формулалар қалай шығып отқанына назар салып дұрыстап тыңдайық. Арифметикалық прогрессия жалпы ең бірінші тұрған мүшесін А1 деп белгілейміз. А1. Яғни арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі дегенді білдіреді. Одан кейін дәл сәйкесінше А2, А3 деп осылай кете береді. А4 деп, яғни мүшелердің барлығын осылай нөмірлеп қояды екенбіз. А1, А2, А3, А4 деп кете беретін болса, мұна үстіне қосылып отқан сандарымыз бар емес пе? Әрқайсысына 5 қосылып отты ғой. Басқа есептерде ол 1 қосылуы мүмкін, 10 қосылуы мүмкін, немесе теріс санда қосылуы мүмкін, -2, -3 деген сияқты. Осы үстіне қосылып отқан сандарымызды жалпы Д деп қойын, Д деп белгілейміз. Жазып қойын, не екен? Оның арифметикалық прогрессияның айырымы дейді. Қысқартып жазайын, арифметикалық прогрессияның айырымы. Арифметикалық прогрессияның айырымы дейді. Яғни үстіне үздіксіз қосылып отыратын сандарды арифметикалық прогрессияның айырымы дейді. Кейбір есепте айырымын тап деуі мүмкін қысқа түрде ше. Сол кезде Д-ны сұрап отқанын бірден түсініп аларсыздар, жақсы ма? Енді арифметикалық прогрессияның есептері қай кезде жеңілдейді? Егер есептеріңізде бірінші мүше берілсе, немесе Д берілетін болса, арифметикалық прогрессияның айырымы берілетін болса, есеп әлдеқайда жеңіл болады. Ал екеуін жасырып қойса, сәл кішкене артықтау жұмыс жасау керек, бірақ ол да шығатын есеп. Оны да ары қарай шығарып, қорытып, А1-ді Д-ны табуға болады. Жалпы арифметикалық прогрессияның есептерін шығарған кезде бар күштеріңізді бірінші тұрған мүшемен Д-ны табуға күш жұмсау керек. Жақсы, енді мысалға формулаларын кетірейік. Мысалы айттық қой, бірінші тұрған мүшені А1 деп айтамыз дедік. Одан кейінгісін А2 деп айтамыз дедік. Солай А3 кете береді. Мысалға А1-ге Д деген сан қоссақ, яғни көрдіңіз бе, бірінші мүшеге 5 деген санды қосып, екінші мүше шықты. Дұрыс па? Екінші мүшеге тағы да сол Д деген санды қостық. Мысалы келтірдік қой жаңа 5 деген санды әрбір келесі санға қосқан сайын келесі мүше шығып отқан сияқты. Міне А3-ге тағы да Д-ны қоссам А4 шығады. Яғни осылай кете береді, дұрыс қой. Бұдан қандай ереже шығаруға болады? Мысалға мына жерде жазып қойын, А2 деген ол қалай болды? А2 деген ол А1-ге Д-ны қосқанда шықты, дұрыс па? А2 деген ол А1-ге Д-ны қосқанда шығады. Енді былай істейікші жалпы, мысалы А3 деген А3-ге бару үшін А1-ге неше қосу керек? Мысалы біз А3 керек маған, А3 керек. Сонда А1-де тұрмын, міне нешеде қосып тұрмын? 1-ді 2-де қосып тұрмын. Сол кезде А3-ге барып тұрмын. Яғни 2-де қосып
қосу арқылы. Мысалы мен А5 керек мысалы маған. Мен А1-дің мәнін білем. А1-ге нешеді қосу керек? А5-ге бар. Мына астында А5 бар деп ойлаңыздар. Мысалы А1-ге 1-ді қосам, 2-ді қосам, 3-ді қосам, 4-ді қосқан кезде барып, А5-ге тең болады екен. Түсіндіңіз ғой? Бұдан шығатын қандай қорытынды жасау болады? Яғни, АН деп қойып, АН дегеніміз, сонда А1-ге нешеді қосу керек? Мысалы, көріп отырсыздар ма? Мына жерде А2-ші мүшеге 1-ді қосқан, 3-ші мүшеге 2-ді қосқан, 5-ші мүшеге 4-ді қосқан. Мына разницасы бір сан болып тұр. Яғни, мысалы, мен мына жерге n дедім ба? Яғни, мына жерге n-1-ді болады. Өштерін түсіндіре алдым ба? Не? Егер мына жерге А10 десем, 10-ші мүшесіне бару үшін А1-ге d-ні 9 рет қосу керек. Мына жерде егер 10 тұратын болса, 10-нан бір адам 9-да болады мына жер. Мына жерде 100 болатын болса, А100-ші мүшесін табу үшін А1-ге 99 рет d-ні қосу керек. Яғни n-нің орнына қандай сан түседі? Сол бір сан азайтып, d-нің алдына коэффициент қылып түсіре қоямыз. Бұл арифметикалық прогрессиядағы ең маңызды формулалардың бірі. Мысалы, ана тізбекте сендер айтуы мүмкін мысалға. Мына жерде мысалы 10-шы тұрған сан тапшы дейді мысалға. Мына жерде А10-ды табу керек мысалға. Мына жерде қандай сан тұрады деп ойлайсыздар? 10-шы болып. Есептеп көруге де болады оны, көрейікші есептеп алып. Мысалы, А10-ды табу үшін бізде А1-ге нешеді қосуымыз керек? 9-ды қосуымыз керек. Яғни мысалы астында А10 тұр деп ойлаңыздар. Мен А1-ден бастап 1-ді қосам, 2-ді қосам, 3-ді қосам, 4-ді қосам, осылай 9 рет секіргенде, 9 рет секірсе сатылап секіргенде 9 рет қосқан кезде бар 13-ші мүшеге түседі екен. Олай болатын болса, не ара жалғастырайық. Менде А1 белгілі ғой мына жерде. Ол 3-ге тең. Қосамын 9 бен ненің көбейтісі d деген менде үстіне қанша сан қосып отырық? 5 деген сан қосып отырық. Айырымы сонда 5-ге тең. Я, сонда 9 бесім 45. 45-ке 3 қоссам 48 болады екен. Мына жерде өздеріңіз тексеріп көрулеріңіз болады. Осылай 18-ден ары қарай 5-ші мүшеге тағы 5 қосып, сонда 48-ге баратындарыңызға күмәнім жоқ. Олай болатын болса ары жалғастырайық. Мынау жалғыз ғана формула емес. Ары қарай қорытындылайық. Енді біреулеріңізде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Мен көріп отырсыздар ғой, кіл А1-ге қосып жатырмын. Ал менде есепте А1 берілмесе қайтемін ал. Мысалы менде А3 берілетін шығар, А4 берілетін шығар. Түсінесіздер ма? Мысалы мына жерде осылай мен мысалға тізбекте жазып тұр, мысалы маған А9-ды табу керек болсын. А9-ды табу керек. Есепте мысалы мен А4-ті ғана білем. Мысалы А4-тен d-ні неше рет қосуым керек? А9-ға бару үшін 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет d-ні қосуым керек. Яғни А4-ке 5 рет d-ні қосқанда А9-ға барады екен. Бұл түсінікті ма? Мысалы мен А9 керек. Мен А4 есепте А4-тің ғана мәні берілгенде маған. Сосын d-ның мәні берілсе деймін да егер. Мысалы 1 рет, 2, 3, 4, 5 секіру арқылы d-ні 5 рет қосу арқылы А9-ға түседі екенмін ғой. Яғни жерге тағы да мысал келтірейік. Мысалы маған А-ның 15-ші мүшесі керек деп ойлаңыздар. Мен сол жай жаңа А4-тің мәнін ғана білемін. Осылай астында А15-ші мүшені есептеп беріңіздер, қаншалықты алыс жатқанын А4-тен. Сол А4-тен былай 1-ді қостым, 2-ді қостым, 3-ді қостым, осылай келатым, қосып жатырмын. А15-ге шейін неше d қосылады? Соны қалай білеміз? Ол үшін байқап отырсаңыздар, мына 5-ді қалай анықтап тұрмын? 9-дан 4 алғандай болып тұрмын ғой. Мына 9-дан 4 алса 5-ді болады. Сол сияқты 15-ден 4 алсам 11-ді болады. Сонда А4-тен А15-ге шейін бару үшін мен d-ні 11 рет секіртуім керек. 1-ді қосам, 2-ді қосам, 3-ді қосам, осылай қосылай береді. Яғни 11 рет d-ні қосқан сайын мен А15-ші мүшеге түседі екенмін да. Түсінікті ғой бұдан? Бұдан сосын қандай келесі шығады? Тағы бір формула шығады. Бұдан мысалға АН-деге маған АН табу керек болатын болса, есептеп тағы бір басқа мүшесі берді. А4 деген сияқты бір АК берілді мысалға. Мен бағана мына жерде А1-лермен мысал келтірдім ғой. А1 болмай басқа мүшесі болса деп отқанның орнына сол АК-ны алып тұрмын, жасыма. АК берілсе есепте, оған мен N азайтылған К-ны қосамын ғой. N азайтылған К-ны қосамын.
бізде екінші формула. Осы түсінікті ма? Яғни бағана мына жерде n-нен 1 алған сияқты, n мына жердегі n a1 мына жердегі 1 ғой, осы екеуін азайтып тұрмын ғой. Дәл сол ережені мына жерде қолданасыздар. n-нен қан азайтқанда сол д-ға көбейту керек. Түсінікті ғой? Мысалы, a7-ні табу үшін тағы бір осыны көріп жүрейікші. Мысалы, есептемеде a4 берілген деп айттық қой жаңа. a4-тен бастап a7-ге шейін бару үшін неше д қосады екен? 1-ді, 2-ді, 3-ді қосам. 3-ді қосам. Шынымен де 7-тен 4 алсақ 3 болады сонда. Түсінікті ғой? Арифметикалық прогрессияда тағы да бір өте маңызды формулалардың бірі. Енді келесі есептерде бізде д-ны табу керек деп айттық қой. Бағана ең бірінші есебіміз басымызда айтқан болатынбыз, тақырыптың басында. Есепте егер a1 берілсе, д берілсе, есеп әлдеқайда жеңіл болады дедік. Егер солар жасырып қалса, ең бірінші шаруа бізге д-ны табу керек. Үстіне қанша сан қосылып отыратынын табу бізге ең маңыздырақ жұмыс. Сонымен д-ны табу үшін мына формуланы қолдануға болады. Яғни мына жерде мына формуладан, егер формула қорытуға жақсы болсаңыздар, мына д-ны қалай табамыз? Д-ны тапқан кезде АК-ны мына жаққа шығарайын минус қылып, сонда n минус АК тең мына жерде n минус К көбейтілген д болды. Осы жерде д-ны қалай табады? n минус К-ны мына жаққа бөлу қылып жіберемін ғой. Сонда д деп отқанымыз n-нен АК-ны азайтып n минус К-ға бөлу екен. Яғни осылай д-ны таба қоямыз. Енді бұл формуланы қалай түсінеміз? Бұл формула не дегенді білдіреді? Мысалы, n дегенде АК дегенді ұмытып қалған жоқпыз ғой. Мысалы, есепте бізде мынаны толықтырып жіберейік. Тағы ұзартып жіберейік. 18-ге 5 қоссақ, мысалға 23, 28, мысалға деймін да, есепте мына мүшесі берілген, сосын мына бір мүшесі берілген. Мысалы, бір есеп құрастырайық өзіміз. Үшінші мүшесі 13. Және мынау нешінші 4, 5, 6-шы мүшесі ғой. 6-шы мүшесі 28. Мысалы дедік та, есепте айтылған қандай да бір арифметикалық тізбекте 3-ші мүшесі 13-ге тең, 6-шы мүшесі 28-ге тең. Енді бізге табу керек, мысалға a1 мен д-ны табу керек дейді, мысалға. a1 мен д-ны табу керек дейді. Қалай шығарамыз бұл есепті? Дәл мына д-ны табатын формуланы бастайсыздар бірінші. Как раз сіздерде міне екі мүшесі берілген. Мынаның біреуін АН, біреуін АК деп ала қоясыздар. Қайсын АН қылам, қайсын АК қылам деп бастаңыз алып қойсаңыздар да ғой, бәрібір қалай алсаңыздар да. Мысалы міне, бірақ шатыспау керек міне. АН-нің орнын алған сандарды міне, АН-нің орнына мысалға мына үлкен алайын, А6-тан азайтайын А3-ті, сосын міне реттік нөмірін бөлеміз, өтсір міне. Мына форма қарабек АН-нен АК-ны азайтқан, сосын N-нен К-ны азайтқан. NK дегендер олар реттік нөмірлері ғой. Ал бізде реттік нөмірі тізбекте мына 3-ші тұрған сан, мына 6-ші тұрған сан дегенді білдіреді ғой. Солар азайтуым керек міне. 6-тан 3-ті азайтамын деген сияқты. д-ны табу үшін. Менде есепте А6 деген ол 28-ге тең, А3 деген 13-ге тең. 6-тан 3 алсақ қанша? 3 болады. 28-ден 13 алсақ 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5-те 5. Онда д-мыз 5-ке тең болып тұр. Расымен де ғой, есепте өзіміз 5 сан қосылып отыр, яғни бізде арифметикалық прогрессияның айырымы, яғни 5-ке тең. Міне осылай ары қарай д тапқаннан кейін ары қарай жеңілдейді. Есепте А1-ді табуға болады, кез келген мүшені табуға болады. Мысалы, мына жерде өзі ойлаңыздар, мынау 13-ші мүшеде 13 болса, яғни бұл 5 қосылар болсын. Артқа қарай мысалы А1 табу керек болатын болса, 5 шегеріп, одан тағы да 5 шегеріп бірінші мүшеге түсуге де болады. Егер жақын болса деген, алыс болса енді тағы формулалар мысалы мына жерге салуға болады. Енді д тапқаннан кейін ары қарай уже А1-ді табу керек болатын болса, мына формуланы қолдана қоясыздар. Яғни бір мүшесін аласыздар да, міне А3-ті аласыз ба, А6-ны аласыз ба, бәрібір мына жерге А6 деп қоясыздар. Д-ның мәніне 5-ті қойдық міне. 6-тан 5-ді болады мына жер. Сосын А1 табу қоясыз деген сияқты ары қарай түрлендіріп жасап беруге болады уже. Жалпы арифметикалық прогрессияның айырымы туралы айтылатын нәрсе осы. Енді тағы да арифметикалық прогрессияның қосындысы деген бар. Оны қалай түсінеміз? Арифметикалық прогрессияның қосындысы деген, мысалға, кейбір есептерде мынадай сұрақ болады. Мына алғашқы, мысалы, 4 санды қос деуі мүмкін.
арифметикалық прогрессиядағы алғашқы 4 санды қос дейді мысалы. Жалғыз 4 емес, ол даже 10 санын қос деуі мүмкін, 100 санын қос деуі мүмкін, алғашқы 100 санын. Соны қалай есептейміз? Мысалы, алғашқы 4 сан десе, бұл аяқта қоса салған тиімдірек. Ал егер алғашқы 100 мүшесін, алғашқы 1000 мүшесін қос десе, бізге тағы да бір формулаларды қосып шығаруға тура келеді. Арифметикалық прогрессияның қосындысын табатын формуламыздың түрі мынадай болады. S тең Sn болады. N деген нені білдіреді? Мысалы, сіздерге айтса, арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын тап десе, N-нің орнына 10 деп жазасыз. Яғни S 10 деп жазса, бұл алғашқы 10 санын қос деп тұр дегенді білдіресіз. Жақсы ма? Егер S 10 тап десе, 3-ке 8-ді, оған 13-ді, 18-ді, 23-ді, 28-ге осылай алғашқы 10 санды қосып шығу керек тізбектің. Соны білдіреді. Түсінікті ғой? Оны табу үшін мынандай формулалар бар бізде. A1-ге, то есть A1-ге AN-ді қосу керек. A1-ге AN-ді қосып, 2-ге бөлесіздер, және оны көбейтеміз N-ге. Міне осы бізде арифметикалық прогрессияның қосындысын тауып беретін формула. Бірақ мына формула көбісі бізде сәл тиімсіздеу болады. Себебі мына формуланы салу үшін бізге алғашқы 10 мүшесінің қосындысын тап деді ме, бізге ең бірінші тұрған санды білу керек болады, және ең соңғы 13 тұрған санды білу керек болады. Сол екі сан берілсе, проблема жоқ, осы формуланы саласалуға болады. Ал бірақ ол көп жағдайда беріле бермейді ғой. Бізде көбісі бірінші мүшесі ғана беріледі, немесе ортасына бір ғана мүшесі беріледі. Егер көбісі мына формулаға қарағанда, мына екінші формула көбірек қолданады. Мысалы, естеріңізде ғой, жазғанды, мына AN деп қандай жібердік? AN формуласы A1-ге N-1-ді қосамыз дедік қой. Осыны апарып, мына формуланы апарып, мына AN-нің орнына қойсақ, не жазу шығады бізде? A1 плюс, мына AN-нің орнына мынаны жазайын деп тұрмын. A1 плюс N-1 көбейтілген бөлінген 2 көбейтілген N-ді. Түсінікті ғой? Мына жазудың бәрі міне AN-ді білдіріп тұр ғой. Түсінікті ғой? Осы екеуін ауыстырыптан бір-біріне. Мына жерде ұқсас мүшелерді қосып жіберейік. Сонда бізде шығатын қорытынды 2 еселенген A1 плюс N-1 көбейтуді бөлінген 2, и осының бәрін N-ге көбейтіп жіберу керек. N деген бағана айттым, неше мүшесін сұрайды, қос деп. 100 мүшесі болса, N-нің орнына 100 қойдық па, не жерде 100 қоясыздар. Осы формула мынаған қарағанда көптеу қолданылады шамалы. Бірақ екеуі сол бір нәрсе қарап отырсаңыздар. Арифметикалық прогрессияның айырымы деген осы. Біз енді былай тексеріп көрейік осы формуланы бір есеп шығарып. Мысалға біз тек 3 мүшесін ғана алайықшы. 3 мүшесін ғана алайық. 3 қосу 8 қосу 13. Сол қанша болады? Есептеп отырыңыздар. Дәл сол сан қазір формуламен шығам екен көрейік. Стрелка шартып қояйын. Мына формула салып жатыр дегенді білдірсін. Мен алғашқы 3 мүшесін табайын деп тұрмын. Алғашқы 3 мүшесін S3 деймін, тең деймін. Мына формуланы қолдансаңыздар болады, мына формуланы қолдансаңыздар болады. Бәрі айтып. Бір-біріне шыққан формула екендерін көздеріңіз жетті ғой. Мен осы формула сала салайын, менде бәрі көз алдымда анық көріп тұрғасын. A1-дің орнына ең бірінші тұрған санды аламын. 3 қосу. Мына AN деп отқанымыз, яғни N-нің орнына не қойдық біз? 3 қойып отырмық қой. A3 деген сөз ғой. Ал бізде үшінші тұрған сан 13. Осы екеуін қосып 2-ге бөлемін де нешеге көбейтуім керек еді? N-ге көбейтуім керек, 3-ге көбейтуім керек. Олай болғанда тезіп есептеп жіберейік. 13-ге 3 қосамыз. 16. 16-ны 2-ге бөлеміз. 8. 8 3-ім 24. Сонда алғашқы 3 санды қосқанда 24 шығады екен. Шығады ғой, 13-ге 8 қосамыз 21, 21-ге 3 қосамыз 24. Шынымен келіп тұр екен. Осылай 10 мүшесін қойып, 100 мүшесін, любой мүшесін тауып беруге болады. Мына формулаларды қолданып. Арифметикалық прогрессия жөнінде тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырасыздар. Және осы каналды қолдап, лайк, подписка, комментарийді көбейтейік. Қазақша YouTube каналды дамытайық. Рахмет достар.